Ол дүкенге жай ғана ұн алуға шыққан, бірақ үйіне қайта оралмады. Бұл қылмысты тоқтатуға болатын еді, бірақ ешкім тоқтата алмады. Бейнебақылау камераларында қыздың қашып бара жатқаны, ер адамның соңынан қуып жетіп, жерге құлатып, аяусыз пышақ сермеп жатқаны көрінеді. Пышақ соққысының қатты болғаны сонша, қасындағы көліктің сигнализациясы іске қосылады. Армысыздар тыңдарман. Адам тағдыры, қоғамдағы әділетсіздік пен қатыгездік туралы баяндайтын подкастта біз Шымкент қаласын ғана емес, бүкіл Қазақстанды дүр сілкіндірген қасіретті оқиға туралы айтамыз. Бұл 20 жастағы Нұрай Серікбайдың хикаясы. Оқиға тек кісі өлтіру емес, айлап созылған қудалаудың, сталкингтің, заңсыз алып қашудың және құқық қорғау органдарының салғырттығының соңы неге соқтыратындығының ащы мысалы. Неге Нұрайды құтқару мүмкін болмады? Бұқаралық ақпарат көздеріндегі ақпарат бойынша барлығы қарапайым қазақтың тойынан басталды. 28 жастағы Шерхан Аймұхан студент қыз Нұрайды алғаш рет сол жерде көріп, бірден соңына түседі. Нұрай нәзік, биязы және ақкөңіл қыз еді. Ол Шерханмен сөйлесуден бас тартты, бірақ жоқ деген жауап күдіктіні тоқтатпады. Шерхан қыздың нөмірін тауып, әлеуметтік желілерде маза бермей жазып, кездесуді талап етеді. Нұрай Шерхан туралы туған ағасы Сұлтанға айтады. Сұлтан Шерханның қандай адам екені туралы сұрастырып, қарындасына одан аулақ жүруін ескертеді. Бірақ сталкер өз дегенінен қайтпайды. Бір күні Шерхан Нұрайды кездесуге көндіріп, көлікке отырғызады да белгісіз бағытта алып қашады. Жолда тыныш отырмасаң, жол көлік апатын жасаймын деп қорқытады. Қыз жігіттің үйіне келгенде, үйде жігіттің 50-ге жуық туысы жиналған екен. Белгісіз адамдардың арасында Нұрай қарсылық көрсетпей, тыныш қана өз туыстарының келуін тосады. Ағасы Сұлтан сол үйге полициямен келіп, қарындасын алып кетеді. Олар арыз жазуға бірден полиция бөлімшесіне барады. Бірақ Нұрайдың ағасы Сұлтанның айтуынша, тәртіп сақшылары бірнеше сағат бойы Нұрайды тергеп, Шерханға қарсы арыз жазудан бас тартуға мәжбүрлейді. Арыздан бас тартқанын видеоға түсіріп, шағымым жоқ дегізеді. Шерханның әкесі Нұрайдың туыстарына ұлым енді қыздарыңызға жақындамайды деп уәде береді. Полиция осы уәдеге сеніп, істі жауып тастайды. Алайда Нұрайдың туыстарының қорқынышы басылмайды. Сол себепті оның ағасы Сұлтан Нұраймен бірге Алматыға барып, оны оқу орнына апарып, әкеліп, үнемі қасында болады. Ол кезде Шерханнан ешқандай хабар болмайды. 2 ай бойы тыныштық болғандықтан, ағасының көңілі жайланып, шаруалары пайда болған соң Шымкентке оралады. Аздан соң Нұрай каникулға үйіне Шымкентке оралады. 11 қаңтар, жексенбі, Нұрай үйінде моншаға кеткен ағасына пирог пісірмек болады. Пирогқа қажет барлық заттарды үстелде дайындап, тіпті духовканы да қосып қояды. Пирогқа қажетті ұнның таусылғанын көріп, тез арада әкеле қоюға жақын маңдағы дүкенге шығады. Нұрай Шерханның сыртта оны аңдып тұрғанын білмейді. Бейнебақылау камераларында қыздың қашып бара жатқаны, ер адамның соңынан қуып жетіп, жерге құлатып, аяусыз пышақ сермеп жатқаны көрінеді. Пышақ соққысының қатты болғаны сонша, қасындағы көліктің сигнализациясы іске қосылады. Әлеуметтік желіде 5-7 рет пышақталды деген қауесеттер жүр. Шындығында одан әлде қайда көп. Жарақаттары өте ауыр болған. Күдікті қаладан 10 шақырым жерде қан жоса болған көрпеге оранып жүрген жерінен ұсталды. Оқиғадан кейін желіде Нұрайдың полицияда түсірілген ескі видеосы тарап кетті. Онда ол Шерханның үйіне өз еркімен бардым деп айтып тұр. Полицияның бұл әрекеті қоғамда үлкен күмән туғызды. 20 қаңтарда еліміздің президенті Қасым-Жомарт Тоқаев бұл мәселеге назар аударып, полицияның әрекетін тексеруді тапсырды. Нәтижесінде Шымкент полиция департаментінің бастығы Нұрлан Алмасбеков қызметінен кетті. Кезінде арызды тіркемеген полицейлерге қарсы салғырттық бабымен іс қозғалды.
Шерхан Аймаханға қазір 3 бап бойынша айып тағылып отыр. 99-шы баптың 2-ші бөлімі адам өлтіру, 125-ші бап адам ұрлау, 110-шы бап қинау немесе қорлық көрсету. Біз бұл істі талқылағанда Нұрайдың кім болғанын айтуды ұмытпауымыз керек. Ол тек криминалдық хроникадағы есім емес. Ағасы Сұлтанның айтуынша Нұрай айналасына нұр шашып жүретін, отбасының жүрегі, жылуы, ерке қыз, өте биязы, ешкімнің көңілін қалдырмауға тырысатын нәзік бойжеткен еді. Оның жұмсақтығы мен ақкөңілділігін кейін қылмыскер өз пайдасына қолданғысы келді. Нұрай гитара шертетін, сурет салатын, болашақта оқуын аяқтап, өз киім брендін жасаймын деген асқақ арманы болған. Қызын гүлдей өсіріп, аялап отырған ата-ана үшін бұл орны толмас қасірет. Біз істің хронологиясын айттық, фактілерді тіздік. Бірақ бұл трагедияның астарында не жатыр? Неге Шерхан Аймахан сияқты адамдар жоқ деген жауапты қабылдай алмайды? Және бұл неге өліммен аяқталды? Бұл құбылысты тереңірек талдап көрейікші. Біздің қоғамда өкінішке орай ер адамның әйелді шектен тыс аңдуын, артынан қалмай қоюын жиі романтика немесе үлкен махаббат, құлай сүю деп қабылдайды. Сүйген соң солай істейді. Қыздың назы деген сияқты ескірген стереотиптер бар. Психологтар мен криминалисттер бұл құбылысты сталкеринг, қудалау деп атайды. Сталкерингтің махаббатқа ешқандай қатысы жоқ. Бұл таза билік пен бақылау орнатуға ұмтылыс. Шерхан Аймаханның мінез-құлқына қараңыз. Ол Нұрайды жеке тұлға ретінде көрген жоқ. Ол оны өз меншігі, өзіне тиесілі зат ретінде қарастырды. Нұрайдың сөйлеспеймін, тұрмысқа шықпаймын деген таңдауы ол үшін ештеңені білдірмеді. Жоқ деген сөз оның эгосына соққы болып тиді. Қалай ғана ол маған жоқ дейді. Ол үшін Нұрайды күштеп көндіру бұл махаббат емес, бұл жеңіске жету еді. Бұл классикалық қудалаушының, яғни сталкердің сипаттамасы. Ол қызға бірден агрессивті әрекет көрсеткен жоқ. Температураны біртіндеп көтерді. Басында жұмсақ түрде қудалады. Әлеуметтік желіде жазу, қоңырау шалу, гүл беру, кездесуді өтіну. Ол өзін жақсы жігіт етіп көрсетіп, Нұрайдың ақкөңілділігін пайдаланғысы келді. Келесі қадам шекараны бұзу, яғни қызды алып қашу. Бұл алғашқы үлкен сигнал. Қазіргі модный сөзбен айтқанда red flag еді. Ол қызды күшпен көлікке отырғызып, өміріне қауіп төндірді. Егер қарсылық көрсетсең, жол көлік апатын жасаймын деп қорқытқан. Бұл оның зорлық-зомбылыққа дайын екенін көрсетті. Осы қылмыстар үшін ешқандай жауапкершілікке тартылмаған ол өзін одан бетер күштімін деп сезінді. Араға уақыт салып қызды қудалауды еселете түсті. Қыздың жаңа нөмірін табу, үйінің алдында аңду, терезесіне қарау бұл психологиялық террорға жатады. Көптеген зерттеулер көрсеткендей, егер сталкер бұрын физикалық зорлық-зомбылық көрсетсе, мысалы алып қашса, оның соңы кісі өлтіруге ұласу қаупі өте жоғары. Шерхан бұл шекарадан 11 қаңтарға дейін өтіп қойған еді. Сталкерлер көбінесе жазасыздықтан семіреді. Шерхан Нұрайды алып қашқанда, ол заңның алдында жауап беруге тиіс еді. Бірақ полиция оны босатып қана қойған жоқ. Олар Нұрайдың арызын өшіріп, Шерханның қолына жасыл жарық, яғни зеленый свет жағып берді. Шерхан психологиялық тұрғыдан мынадай сигнал алды. Маған бәрін істеуге болады. Заң қызды емес мені қорғайды. Оның кейінгі қудалауы одан сайын сенімді әрі қатыгез болды. Ол Нұрайдың бәрібір өзіне тиесілі болатынына, ал полицияның оған ештеңе істей алмайтынына сенімді еді. Бұл іс Қазақстандағы әйелдерге қатысты зорлық-зомбылықтың үлкен проблемасының көрінісі. Көптеген ер адамдар әлі күнге дейін әйелді тең құқылы серіктес емес, өз меншігі деп санайды. Алып қашу дәстүрін ақтайтын адамдар да бар. Нұрайдың трагедиясы бұл тек бір сталкердің ісі емес. Бұл қоғамдағы толеранттылық пен заңның әлсіздігінің нәтижесі.
Егер біз алып қашуды дәстүр деп ақтауды тоқтатпасақ, егер полиция бұл отбасылық мәселе деп арыз алмайтын болса, Нұрай сияқты қыздарымыздан айырыла береміз. Міне, Шерхан Аймаханның портреті осындай. Бұл махаббаттан есі ауысқан адам емес. Бұл өзіне көнбеген үшін қыздан кек алған, салғырт жүйенің арқасында жазасыз қалған адам. Соттың оған қандай баға беретінін уақыт көрсетеді. Егер сізге жігіттің әрекеті оғаш көрінсе, ол тым тез сезімін білдіріп немесе сізді бақылауға тырысса, бұл red flag. Мені қатты жақсы көргендіктен осылай істейді деп өзіңізді алдамаңыз. Махаббат еркіндік береді, ал сталкеринг тұншықтырады. Сонымен, егер сіз сталкерге тап болсаңыз, келесідей әрекет жасаңыз. Біріншіден, бір реттен ақ нақты жоқ деп айтыңыз. Мен қазір дайын емеспін, бәлкім кейінірек деп жауап бермеңіз. Сталкер мұны үміт ретінде қабылдайды. Мен сенімен сөйлеспеймін, маған жазба және хабарласпа деп бірақ кесіп айтыңыз. Одан кейін ешқандай диалогқа түспеңіз. Кез келген жауап, тіпті ұрыс болса да, сталкер үшін байланыс болып саналады. Екіншіден, үнсіз қалмаңыз. Айналаңызға хабарлаңыз. Ең үлкен қателік ұят болады, немесе өзі басылады деп жасыру. Ата-анаңызға, аға-бауырларыңызға, достарыңызға айтыңыз. Жұмыстағы немесе оқудағы күзетшілерге де ол адамның суретін көрсетіп, жақындатпауын өтініңіз. Қудалаушы жалғыз қалғаныңызды пайдаланады. Сондықтан қауіп сейілгенше жалғыз жүрмеуге тырысыңыз. Үшіншіден, барлық дәлелдемелерді жинаңыз. Цифрлық із қалдырыңыз. Ешқандай хабарламаларды өшірмеңіз, скриншоттар сақтаңыз, қоңырауларды жазып алыңыз. Егер сыртыңыздан аңдыса, суретке немесе видеоға түсіріп алыңыз. Бұл материалдар полицияға арыз жазғанда ең басты дәлел болады. Әлеуметтік желіде профильдеріңізді жабыңыз. Сторис арқылы нақты уақытта қай жерде жүргеніңізді, яғни геолокацияңызды жарияламаңыз. Бейтаныс адамдардың достық жібергенін қабылдамаңыз. Бұл фейк аккаунттағы сталкер болуы мүмкін. Бесіншіден, заңды біліңіз және соңына дейін тұрыңыз. Егер полиция бұл қылмыс емес, немесе өзіңіз сөйлескенсіз ғой десе, оған көнбеңіз. Қазір Қазақстанда әйелдер құқығын қорғайтын заңдар қатаңдатылды. Егер арызыңызды алмай жатса, прокуратураға немесе 111-150 сенім телефондарына хабарласыңыз. Нұрайдың ісіндегідей арызыңды ал деген қысымға ешқашан берілмеңіз. Егер жағдай ушығып бара жатса, телефоныңызда SOS батырмасын реттеп қойыңыз. 5 рет басқанда жақындарыңызға координат жіберілетін функция. Қажет болса, тұрғылықты жеріңізді немесе жұмыс орныңызды уақытша ауыстырыңыз. Ешқандай жігіт, ешқандай дәстүр сіздің өміріңіз бен бостандығыңыздан биік емес. Қорқынышпен өмір сүру қалыпты жағдай емес. Көмек сұраудан ұялмаңыз. Нұрайдың тағдыры жай ғана оқиға емес, бұл ескерту. Үнсіз қалсақ, мұндай жағдайлар қайталана беруі мүмкін. Егер бұл тақырып сізге маңызды болса, таныстарыңызбен бөлісіңіз. Жақындарыңызға абай болыңыздар. Келесі подкастта кездескенше аман, сау болыңыздар. Жамалып келеміз, айсыз ашық аспан. Төбемізде жұлдыздар, үнсіз жалаңдасқан.